Арма көрермен, Астананың басқа қалалар алдында абыройы асқақ, беделі биік, өйткені ол елдің бас шаһары. Сондықтан да болса керек, Астананың көтерер жүгі ауыр, өйткені ол өзгелерге үлгі болуы тиіс. Жалпы жүк демекші, елдің жүгін, тарихи жүкті көтере білген нар тұлғалар бар. Соның бірі Қажымұқан Моңайтпасұлы. Атанды арбасымен көтеріп, отанның даңқын әлемге асырған Қажымұқан бабамыздың көшесінде тұрмыз. Біз бүгінгі бағдарламада Қажымұқан көшесінде орналасқан әдемі ғимараттар мен нысандарға ерекше тоқталамыз. Астанадағы Қажымұқан көшесі Тәуелсіздік даңғылынан басталып, Алексей Петров, Қаныш Сәтбаев, Жанайдар Жирентаев көшелерімен қиылысып, Абылайхан даңғылында аяқталады. Көшенің жалпы ұзындығы 1628 метр. Тарихымыздағы Қажымұқан тұлғасы спорт шежіресіндегі тұғыры, халық арасындағы беделі жайлы қалам тербегендер көп. Солардың қатарында Сәкен Сейфуллин, Әлімқұл Бүркітбаев, Әуелбек Қоңыратбаев, Төлеген Айбергенов, Қадыр Мырзалиев, Ғазизбек Тәшімбаевтар бар. Балуан туралы алғашқы повесті Қалқаман Әбдіқадыров жазды. Бұл кітап өткен ғасырдың 50-ші жылдардың өзінде сұраныстың көптігінен 3 рет қайта басылып шықты. Қажымұқан Қалмақан інісіне «Мені әсірелеймін деп әуреленбе, тек Тәңірім берген бейнесін ғана жаз» деп ерекше тапсырады. Сол кісінің кітабында былай дейді: 1941 жылы көктемде Алматыдағы менің үйіме Карл Маркс 97-дегі Қажымұқанның өзі келді дейді. Келді да: сен, Қалмақан, қазақтың мақтылары туралы талай кітап жаздың, талай адамдар туралы жаздың, бәрі жақсы. Бірақ сен мен туралы жазбадың. Сен мен туралы жаз деп айтып, үйімде 23 күн бойы жатты дейді. Менің үйімде талай қазақтың мықтылары болған, ақындары да, жыраулары да, жазушылары да, қайраткерлері де, бәрі де болған. Содан 23 күн бойы мен ол кісінің тарихын қағазға түсіріп алуға тырыстым деп бастайды. Ақбұлақтың жағасы, жайқалған жасыл ағашы, табиғаты тамаша, айналаңа қарашы. Бұл Қажымұқан көшесіндегі студенттік саябақ. Бұл жерге сіз жеке өзіңіз немесе отбасыңызбен бірге келіп, бірнеше сағатты табиғат аясында өткізе аласыз. Бұл тек қана Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің көркі ғана емес, сондай-ақ осы көше тұрғындарының да мақтанышы. Жастар тақырыбын арқау өткен студенттік саябақты сізбен біз қазір бірге аралаймыз. Саябақ қоғамдық кеңістіктің бір бөлігі ғана емес, сондай-ақ ол келушілердің демалысын ерекше есте қалдырардай әдемі әрі жанға жайлы. Оның аумағында 5 оқу лабораториялық және 4 әлеуметтік ғимарат, ғылыми зерттеу орталығы, инновациялық парк пен спорттық сауықтыру кешендері орналасқан. Осы тектес саябақтар дүние жүзіндегі көптеген университетте бар. Жасыл желекке оранған демалыс орны нағыз студенттер мекені десек қателеспейміз. Шіріген шөпті мал жаратпас, шіренген жігітті ел жаратпас дейді қазақ мақалы. Биікте тұрып халықтан аласа болу қарапайымдылықтың бір белгісі. Қажымұқан заманында қай жерге атпасын тіресе, Қажымұқанның жаңа келе жатқан хабары сонау әудем жерден Алтықырдың астынан естіліп, ауылдар, ел, үйім жұрт, бай болыстары болсын, қарапайым жаңағы қарашы малшысы болсын, қойшысы болсын, Қажекеңді көруге бүкіл жұрт құмар болған. Қажекеңді көру үшін жаңағы жер түбінен болса да қазіргідей ұшағы жоқ, қазіргідей жүрдек машина жоқ, атпен болсын, түйемен болсын, адамдар ағылып келетін болған Қажекеңді көру үшін. Қоянды жәрмеңкесінде болсын, болмаса омбыдағы күрестер болсын, Троицкіде күрестер болсын, солдай өткен додалардың өзіне қазақтар жердің түбінен баратын болған. Бұл ескерткіш белгі қазақ сарбаздарының жанқиярлық ерлігіне арналған. 1995 жылы 7 сәуірде Тәжікстан Республикасының Тәжік-Ауған учаскесінде ТМД шекараларын күзету жөніндегі үкіметтік тапсырманы орындау кезінде Қазақстанның 17 сарбазы қайтыс болған. Әрине, бұл Қажымұқан көшесінде орнатылған белгі арқылы жастарға патриоттық тәрбие беру мақсаты жатыр.
1995 жылы Тәжікстанның Шихавр тау шатқалында өткен шайқаста жау жасағы айтарлықтай басым болған. Еліміздің 17 жауынгері қаза тауып, 50-ден астамы жарақаттанды. Ерлік ешқашанда ұмытылмайды. Астана төріндегі осынау ескерткіш белгі жауынгерлер рухына тағзым, ұрпаққа патриоттық тәрбие мақсатында қойылған. Астананы спорттық нысандары өте көп қала десек, әбден жарасады. Біз қазір Қажымұқан көшесі бойында тұрмыз. NS Street Life спорт кешені жастар арасында, жалпы халық арасында бұқаралық спортты дамытуға ерекше көңіл бөлінгенін көрсетеді. Мен қазір ашық аспан астындағы спорт алаңқайында отырмын. Сағат күндізгі 10 болғандықтан жастар әлі жинала қоймаған. Десек те кешқұрым мұнда жастардың қарасы көбейеді. Олар топ-топқа бөлініп баскетбол ойнайды. Бұл Алтай қысы бар Астана үшін, оның ішінде жазы сирек күндер үшін жанға сая табатын көлеңкелі мекен. Сондай-ақ жастардың бір-бірімен коммуникация жасап, араласуына да таптырмас орын. Қазақтың спорт тарихындағы тұңғыш әлем чемпионы жайлы кеңес уағында шыққан Знай Наших деп аталатын көркем фильмнен басқа іліп алар ештеңе жоқ. Әрине, балдырғанға арналған анимациялық фильмді қоспағанда. Қаһарманды шетелдік комикстен емес, өз ортамыздан іздесек, санаға сіңімді, ойға қонымды шығар еді-ау деген арман ғой. Тарихымызда әлемнің алтын медалін сол кезде алып берген бабамыз, жаңғыз сол кездегі Қажымұқан бабамыз күрес өнерінен. Қазақтың спорт тарихын жазған адамдар, қазақтың спорт тарихын әңгімелеген адамдардың бәрі үлкен спортты, әлемдік деңгейдегі спортты Қажымұқан бабамыздан бастау керек, сол кісіден бастап та жүрміз. Ағып жатқан бұл қай бұлақ дерсіз? Әрине, таудан құйылатын қайнар емес, десек те аты Ақбұлақ деп аталады. Жер суаттарын жете білетін этнограф тарихшы Жамбыл Артықбаевтың айтуынша, бұл арнаның тарихи атауы Ащыөзек, кейін Соленая балка, Гребной канал деген атаулары болған, қазір Ақбұлақ деп аталады. Әрине, біз осы Ақбұлақта пират кемесімен саяхаттап келеміз. Студенттік саябақта орналасқан пират кемесімен саяхат орны біздің тек қана астаналықтар үшін ғана емес, сондай-ақ Астанаға жан-жақтан келген туристер үшін де қызықты, тартымды мекенге айналған. Ендеше Ақбұлақ арнасын пират кемесімен бірге аралайық. Гребной канал атауы әлі күнге Ақбұлақпен қатар айтылады. Спорттық жарыстарға дайындық осы арнада өтетіндіктен, мұнда келушілер су спортының нағыз майталмандары. Олардың күнделікті дайындықтарын тамашалаудың өзі саябаққа келушілер үшін демалыс. Осындай арналар тек Қазақстанда ғана емес, көрші Ресей мен Беларусь және Өзбекстанда, Ұлыбритания мен Германияда, тіпті Жапонияда да бар. Атақ басқа, абырой бөлек. Балуан Қажымұқанның ел алдындағы абыройы оның әлем шарлап, биік-биік тұғырға шыққан атақ дәрежесінен артық еді. Ол абырой халықтың ыстық ықыласы мен ұланына деген махаббаты. Сондай ойындарын көрсетіп келіп, содан ауыл үстінен өтіп, өзінің туған ауылына қарай жолға шығады ғой, ойындарын көрсетіп. Сол кезде жолда, әр ауылда Қажекеңнің даңқын естіген, Қажекең жомарттығынан құлағдар болған кісілер, Қажекеңге жатыр екен, бізге де бір құрт майынан, болмаса тоқтысынан, болмаса бір лағынан үлес тием екен, мына әбден аштықтан бұғалып жағдайымыз қиын болды ғой деп үміттеніп алдына кісілер көмек сұрап келеді екен. Сонда еңбекпен, маңдай термен тапқан, бәленбай жылы ат-арбамен жүріп, ауыл-ауыл, шаңдақ көше, тау-тасты басып жүріп, тапқан еңбегін Қажекең жолда адамдарға үлестіріп отырады екен, ауылдарға. Жоқ-жітік үлестіріп отырады. Соны ауылына жақындаған кезде, енді бір-екі ауылдан кейін ауыл болады, тағы да түстеніп, шаршап келе тұр, жалпы станысқа адам. Тағы түстеніп алайық, тоқтап бір кішкене күн ыстықта. Шымкенттің ыстығы қандай тағы. Сөйтіп келе жатқан кезде тағы бір ауылға түстеніп, ай, көмекші бала, мына ауылдағы мына кісілерге де қозылақтан, құрт майдан бер, еттен бер десе, Қажеке жолда бәрін таратып тастадық деп айтады екен. Таратып тастадық, қалмады. Қалған мынау үйдегі апама да бірдеңе апару керек шығар деген сияқты. Жаңда көмекші бала сондай әңгіме айтады екен. Ол нені білдіреді сонда? Қажекең дүниенің бетіне қарамағандығы.
Астанадағы Қажымұқан көшесі 1987 жылы Қажы Мұқан Мұңайтпасов деп аталған. Тек 2007 жылдан бастап қазіргідей Қажымұқан деп қана аталады. Тарихи деректерде алғашқы күн сағаты Мысыр елінде пайда болды деген мәлімет бар. Десек те ғалымдар алғашқы күн сағатының қай жерде және қай жылы пайда болған дөп басып айта алмайды. Орта ғасырлардағы астрономия және математика ғалымы Жәбір ибн Афлақ осы күн сағатын ойлап тапты дегенде бір көмескілеу деректер кездеседі. Ал бұл тұрған орын Астана қаласындағы Қажымұқан көшесі бойындағы күн сағаты. Бұл күн сағат жобасының авторы Антон Максимов. Жоба авторының айтуынша, сағат тіліндегі тарихи даталар әйгілі тұлғалардың туған жылдары мен тарихи маңызды оқиғаларға жазылған. Өздеріңіз байқап тұрғандарыңыздай, сағат тіліндегі төменгі бөлігіндегі бос орын болашақ ұрпақтың маңызды тарихи даталарына арнайы қалдырылған. Сағаттың тілінің астында уақыт, ғұмыр, оны өзіңе бағындыра біл деген қанатты сөз бар. Әрине, уақыт өлшемі бәріміз үшін қымбат. Күн сағатты жасаудан бұрын шеберлер отандық обсерваториялардың мамандарынан кеңес алған. Нәтижесінде циферблаттың ортасындағы металдан жасалған өзекше дәл уақытты көрсетеді. Нақты уақытты білу үшін өзекшеден түскен көлеңкеге мұқият қарау керек. Циферблаттарда 6, 9, 12, 15 және 18 сандары жазылған. Көлеңке осы сандарға түскенде уақыттың неше болғанын да білуге болады. Қазақстанда велошеринг жүйесі алғаш Елордада пайда болды. 2014 жылы Астана байк велостанциялар желісі ашылды. Содан бері велосипедті жалға беру қызметі астаналықтар үшін үлкен танымалдылыққа ие болды. Бүгінде оны тұтынушылар саны 14 мыңнан асады. Биыл Астанада жаз мезгілі ерте шықты. Сондықтан болса керек, әдеттегіден ертерек 15 сәуірден бастап велостанциялар өз жұмысын бастады. Автокөлік пен қоғамдық көлікке балама ретінде экологиялық таза осынау көлік астаналықтардың демалыс орнына да айналған. Міне, біз тұрған станция осыған дәлел. Велобайк үлкен мегаполис тұрғындары үшін әрі демалыс, әрі таза экологиялық көлік. Мұны жастардың қолдануы аталған көлік түрінің танымалдығын тіпті арттырып жібергендей. Велосипедті қолдану үшін арнайы сайтта тіркелесіз. Ол үшін сіздің жасыңыз 16-ға толған болуы тиіс. Англияға сапарында Қаныш Имантайұлы Ұлыбритания премьер-министрі Черчиллдің жеке қабылдауында болады. Бойшаң Сәтпаевты көріп таң қалған Черчилл, қазақ халқының барлығы сіз секілді бойшаң ба деп сұрайды. Сонда асқан қарапайымдылықпен Қаныш Имантайұлы, халқым менен де биік деп жауап берген екен. Міне, біз Астана қаласындағы Қажымұқан көшесі бойында орналасқан Қаныш Сәтпаевқа арналған ескерткіштің алдында тұрмыз. Бірі әлемді білек күшімен, екіншісі білім күшімен мойындатқан Қаныш Имантайұлы Қазақтан шыққан тұңғыш академик. Ал ескерткіштің артында тұрған мынау бір құрылыс Қазақстан спорт кешені деп аталады. 2001 жылы ашылған спорт кешені 20 жылдан кейін күрделі жөндеуге уақытша жабылған. Бұл күрделі жөндеу кезінде хоккей алаңы, сондай-ақ суда жүзу бассейндері жаңартылып, заманауи талаптарға сай реттеледі. Астана халқының Қажымұқан көшесі бойындағы тұрғындардың қажеттілігіне жарайтын үлкен спорт кешені болып, жуырда қайта ашылады. Қала тұрғындарының сүйікті орнына айналған Қазақстан спорт кешенінде ауқымды жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Көп функционалды кешен 20 жыл бұрын салынған. Апатты жағдайда болуына байланысты қауіпті аймақтар бұзылып, қайтадан салынады. Жаңа кешенде көрермен орындарының санын ұлғайтып, оның ішінде ерекше қажеттілігі бар тұрғындарды ескере отырып, хоккей алаңы да жаңғыртылады. Одан басқа, жүзу спорты бойынша республикалық және халықаралық деңгейдегі жарыстарды өткізу үшін су добы бассейні мен сауықтыру мақсатындағы жүзуге арналған бассейндерді жаңғырту жұмыстары да жүргізілуде. Лев Гумилев университеті Қажымұқан көшесі бойында орналасқан. Ол әлемдегі үздік 500 университеттің ішінде 277 позицияда тұр. 2023 жылдың директері осыған дәлел. Ал бұл университетте 20-дан астам ғылыми зертханалық институттар бар. Зертханалар жүйесі қалыптасқан. Сондай-ақ 12 факультетте 17 мыңнан астам студент білім алады. Оның ішінде 1000-нан астамы шетелден келіп білім алып жатқандары.
Университет құрамында жалпы саны 26 ғылыми мекемені құрайтын ғылыми зерттеу институттары, ғылыми орталықтар мен зертханалар, 12 факультет, қосымша білім беру және біліктілікті жетілдіру институты, әскери кафедра, түрлі мемлекеттердің мәдени білім беру орталықтары бар. Мұнда 17 мыңнан астам студент білім алады. Оның мыңнан астамы шетелдік студенттер. Украинаның Чернобыль аймағындағы атом электр станциясында 1986 жылдың сәуір айында үлкен апат болады. Радиоактивті түтін ондаған мемлекетке, яғни 145 мың шаршы метрге жайылады. Бір деректерде осы апаттың салдарынан 100 мыңдаған адам қырылды деген мәлімет келтіріледі. Осы апаттың салдарын жоюға 86 жылдың қараша айында қазақстандықтар да зор үлес қосқан. Чернобыль құрбандарына арналған осынау ескерткіш монумент бүгінде Қажымұқан көшесінде орналасқан. Бұл ескерткіш белгі адамзат тарихындағы алапат апаттың ауыр зардабына арналған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы апаттан 4 мыңдай адам қаза тапты деп хабарлады. Бірақ ядролық энергия нысандарына қарсылық танытушылар 100 мың адам құрбан болғанын айтады. Атом электр станциясындағы апаттың зардабы қаншалықты ұзаққа баратыны әлі белгісіз. Елдің бас қаласы болғандықтан Астана көшелеріне берілген атау қашанда қызығушылық туғызады. Халқымызға ұстын болған тұлғалардың есімі еленгені ел үшін үлкен қуаныш. Сонда Қажекең ойын көрсетіп жүріп, шаут атқан қартайған кездің өзінде ойын көрсетіп жүріп, соғысқа сол кезде 100 мың рубльді Сталиннің атын аударып, Сталиннан жаңағы алғыс айтқан телеграмманы алып, 100 мың сол кездің самолет жасатып, ұшақ жасатып, сол Қажытай Шалабаев деген шығыстан шыққан үлкен ағамыз сол самолетпен ұшып, соғысқа түсіп, майданда ерлік көрсетіп, сол самолеттің макеті Қажымұқанның жаңағы мұражайы бар ғой, Түркістан облысы Ордабасы ауданындағы. Сол мұражайда макет тұр. Қажекеңнің жаңағы жомарттығы да, мейірімі де, қазақтың өзінің болмысы ғой, Қажекең бойында қасиеттер ғой. Қазақ сондай жомарт қой, қазақ сондай мейірімді ғой, қазақ сондай батыр ғой. Мынау әлемдегі 9-шы территорияны байлықтан ұстап тұру, ол тек қана құрғақ күшпен өшеткен батырлық ғана емес. Алла тағала пейілің ниетің соған сай болмаса, Алла тағала сен құрғақ күшке қарамайды. Бәрі сай келіп тұр да. Қажекең де осындай. Қазақ деген халық орнында тұрғанша есімі құрметпен айтылатын біздің ардақты үлкен тарихи тұлғамыз Қажекең. Құрметті көрермен, біз бүгінгі бағдарлама барысында Астана қаласындағы Қажымұқан көшесі бойындағы жауһарларды көрсеттік. Білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік. Білімге сенген заманда қапы қалып жүрмедік. Жастарымыз Қажымұқан бабасындай батыр болсын, білекті болсын, жүректі болсын, білімді болсын.